Сәлем достар, баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге осы видеороликте аты да дәмі де ерекше болып шығатын Ferrero Rocher деген тортты бірге дайындайтын боламыз. Видеода қарап отырсаңыздар, дәмі сондай керемет болып шыққан. Енді атына заты сай дегендей. Сондай керемет, өте жеңіл рецептте жасалатын ең қарапайым торттардың бірі. Дәмі өте қатты ұнады маған. Сіздерге де менің рецептіммен жасап көруге кеңес беремін. Ал ендеше бірге тортымызды бастайық. Ең алдымен 100 грамм су, 150 грамм қант, 130 грамм сұйық май және де 20-30 граммдай какао қажет болады. Бұл кәдімгі қамырына, яғни тестасына қажет ингредиенттер. Ең алдымен осылай видеода қарап отырсаңыздар, суды, қантты және де сұйық майды бірінші қосып алдым және де жақсылап араластырып алдым. Содан соң барып какаоны қосамыз да газға қайнай бастаған уақытқа дейін асын орташа отта кішкене ысытып жіберетін боламыз. Бұны қатты қайнатып қажет жоқ, жай ғана ысытып жіберсеңіздер болды. Газға қоятын мақсатымыз, яғни қанттың қатты еріп, кәдімгідей ыдыстан араластырған кезде шықырлап тұрмау керек, яғни бір келкі болып арасына араласып кетуі қажет. Содан соң достар, мына нәрсені ескеріңіздер, араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Егер де қанты астында болып қалатын болса, онда ол қатып, дәмінің бұзылуына да және де құрамына да әсер ететін болады. Сондықтан достар, қатты араластырып тұрыңыздар. 1 минуттың көлемінде газға қойған кезде арасында 2 секунд, 3 секунд бойы араластырып тұрыңыздар. Міне қарап отырсаңыздар, осылай сұйық болып бастайды өзі осындай. Бәрі бір келкі болып араластырған кезде газдан алып 40 секундтың уақытында суытуға қоя тұрамыз. Одан ол уақытта біз жұмыртқамызбен қантымызды араластырып аламыз. Жаңа мен 200 грамм қанттың 150 граммын ғана қосқан болатын осыған. Одан кейін қалған 50 граммын жаңағы жұмыртқамен араластырамын да, аппақ болып көпіргенше араластырыңыздар. Сонда қана өзінің формасын ұстауына және де бір келкі болып тұруына көмектесетін болады. Ал одан кейін миксер болмаса винтиктің көмегімен де араластырсаңыздар, немесе кәдімгі шанышқының көмегімен де араластырсаңыздар болады. Төрт жұмыртқаға жаңағы 50 грамм қантымызды қосамыз да жақсылап араластырып аламыз. Аппақ болып көпіргенше араластыру міндетті. Содан соң біздің яғни қопсытқышпен ас содасын қосамыз. Ұнға бірінші қосып аламыз да, одан кейін барып жаңағы сұйық масса бар емес пе? Ең бірінші дайындағанымыз, соны қосамыз. Осы жұмыртқа мен қантты араластырып болғаннан кейін, одан кейін барып біздің қою ингредиенттерімізді қосатын боламыз. Оның барлығын жақсылап араластырып аламыз. Біздің ең бірінші дайындаған сұйық ингредиентіміз суды аппақ болып көпіріп араластырған жұмыртқа мен қантқа енді 3-4 бөліп құйып отырамыз да жақсылап араластырып отырамыз. Ал одан кейін егер де қатты ыстық болып тұрса, онда тағы да 2-3 минутқа қоя тұруыңыз керек. Себебі егер қатты ыстық болатын болса, онда жұмыртқа пісіп іріп кетуі мүмкін. Барлық жасаған заттарыңыз зая кетуі мүмкін. Сондықтан сәл суығаннан кейін қол күймейтіндей болып тұрған кезде қоссаңыздар жеткілікті.
Одан кейін жаңағы ұнды електен өткізу міндетті. Елекпен өткізілген кезде ұнның арасына ауа кіреді, және де сол кезде оның биіктігі, яғни қатты биік болып сондай жақсы болып пісетін болады. Електен өткізу керек. Достар, егер де Instagram парақшамызды көргілеріңіз келсе, видеоның жоғарғы жағында осы біздің Instagram парақшаның аккаунты, яғни белгіленіп тұр. Соған кіріп, тіркеліп қойыңыздар. Онда мен жеңіл-желпі рецепттермен бөлісетін боламын. Содан соң, егерде ссылкасынан көргілеріңіз келсе, описанияда қалдыратын боламын. Описанияда және де осы рецепттердің мөлшері бар. Егер видеода көрмей қалған болсаңыздар, онда описаниядан қарасаңыздар болады. Описанияға жазып қойдым. Видеодағыдай сұйық ингредиенттерді, яғни ұнмен араластырған ұнмен қопсытқышты ас содасын араластырған кезде оның барлығын 3-ке немесе 4-ке бөліп араластырған жақсы болады. Електен өткізу жаңа айтып кеткендей міндетті. Арасының биік болған қаласаңыздар, онда електен өткізіңіздер. Ал егер де сіздерде қатты сұйық сондай болып кететін болса, кішкене бір 20-30 граммдай ұн қосып жіберіңіздер. Менде кәдімгі корждың тестасы сияқты, яғни сұйық сондай жақсы болып тұр. Консистенциясы осындай болады. Менде міне 22 сантиметрлік таба, және де өзім қолданатын қой татты пергамент қағазы. Куэйт немесе паклан деген пергамент қағаздары өте жақсы. Олар қолданып тұрғандықтан айтып тұрмын. Сіздерге кеңес беремін солармен пайдаланып көруге. Егер де сіздерде кәдімгі пергамент қағаз жоқ болса, онда дәптердің шасыл қағазын да пайдалансаңыздар болады. Бірақ оған кішкене ғана сәл кәдімгі сары майдан жағып жіберсеңіздер, жапыспай жақсы піседі. Енді бұл осы тестамыз дайын болған соң барлығын аламыз да осы біздің пешімізге 1 сағаттың көлемінде пісіріп аламыз. Менде 180 градуста 50 минуттай пісті. Міне жақсы болып көтерілген, 4 сантиметр, 5 сантиметрдей көтерілген. Міне осы тортқа шоколадты кремді пайдаландым. Бұл әрі глазур, әрі крем ретінде кете береді. Ссылкасы описанияда тұр, және де егер де осы каналымыздан шоколадты кремнің рецептісін көргілеріңіз келсе, онда описанияда ссылкасын қалдырып кететін боламын. Осы тортқа шоколадты крем қатты үйлеседі, дәмі керемет болып шығады, беті қытырлап керемет болып тұр. Ең алдымен күйген жерлерін және де қытырлап тұрған жерлерін алып тастаймыз да ортасын 2-ге бөлдім. Мен негізі 3-ге 4-ге бөле берсеңіздер болады, бірақ мен 2-ге бөлдім. Және де бетіне әртүрлі әсемдеу пайдалансаңыздар болады. Мысалы, рошки сияқты кәдімгі қытырлақтаннан жасалған рошкилар немесе тағы да басқа жеміс-жидектер, шоколадтар қойсаңыздар тіпті қатып кетеді. Өзі онсыз да керемет болып шығатын торт. Әсемдемей кәдімгідей жей берсеңіздер де болады. Менде кадрда түспей қалыпты. Мен ең соңында осы крем жағып болғаннан кейін жаңағы табаның жақтауышымен әсемдеген болатын, яғни жинадым. Сосын бір түнге холодильникке, яғни тоңазытқышқа жіберіп қойдым. Жақсылап нығыздап бетін жауып, яғни контакт етіп жабасыздар да жылтыр қағазбен. Содан соң бір түнге тоңазытқышқа жіберіп қойсаңыздар, тіпті дәмі керемет болып шығады. Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Міне менде бір түнге тұрды. Жаңа әсемдегенім кадрға түспей қалыпты. Және жақтауышпен жинағанда көрінбей қалыпты кадрда. Оларға мән бермеңіздер. Егер де осындай күшті болып шыққан қаласаңыздар, ең алдымен тоңазытқышта ұстаңыздар. Сол кезде крем өзіне сіңіп, сондай керемет болып дайындалады. Осы торт сіздерге кеңес беремін. Тіпті жеңіл ингредиенттерден жасалған, тек қана сливки ғана болмаса, қалғанның барлығы кәдімгі үйде бар заттардан құралған.
Сіздермен болған Әсел Алшоразқызы. Тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де достар, инста парақшамызға да тіркеліп қойыңыздар. Онда мен жаңа айтып өткендей жеңіл-желпі рецепттермен бөлісетін боламын. Ал рецепт кәделеріңізге жарасын, ас болсын.